саламатсыздар ме? Біз баламыз екеуміз балабақшада оқып өтіп жатқан іс-шараны қолдап, шебер әке, өнерлі ана, еңбекқор бала іс-шарасын қолдап қатысып отырмыз. Бұл іс-шараға қатысу себебіміздің басты мақсаты балапандарымызды отбасылық, ұлттық құндылыққа, еңбекқорлыққа баулу болып табылады. Біздің істеген жұмысымыз бұл жерде құмыра мен келі қазақ үй. Өздеріңіз көріп отқандай, қазақ үй мен құмырамызды ою-өрнекпен әсемдедік. Балапандарымызға ертеден келе жатқан әдет-ғұрпымызды бойына дамытайық. Қазақ халқы қолөнерге бұрынғы заманнан ерекше мән беріп, оны күнделікті тұрмыс тіршілігінің бір бөлігі деп санаған. Халқымызда киіз үйден бастап, оның ішіндегі әр бұйымға дейін қолөнершілердің қолымен дайындалып, ғасырлар бойы атадан балаға мирас болып келген. Бүгінгі материалда бізде қазақша ою-өрнектерге тоқтала кеттік.